Баймын деп аспа, ханмын деп таспа. 3 бөлім. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Күнделікті мектепке барып жүрміз. Мен қанша дүние құмар болсам да, балалық сезімнің жетегіне кеттім. Ол жағдайды дұрыстап баяндайын. 3 сабақ біткен соң 20 минут үзіліс болды. Өзім ұнатып жүрген үлкен сыныптың жігіті бар. Есімі Бағлан. Мен 8 сынып оқысам, ол 10 сыныпта оқитын. Оған ұнау үшін күнде мектеп формаларының түр-түрін киіп баратынмын. Өте қысқа киім кидім. Ұзын киіп сүйретілдеп жүргім келмеді. Шашымды жайып жүрдім. Мұғалімдердің шашыңды жина, бантик тақ деген сөздерін тіпті елемедім. Үзілісте асханаға барсам, Бағлан да тамақтанып отыр екен. Оның жанындағы үстелге 3 қыз болып отырдық. Оның да жанында жігіттер отырды. Жанындағы жігіттермен қосыла тиісе сөйлеп, бір-біріңнен өткен Барби екенсіңдер деді. Ол сөзге жүрегімнің ерігені сонша, Бағланнан көз алмастан қарап қалдым. Ішке үзіліс уақыты болды. Қыздар, есіңді жи деп мені сүйреп алып кетті. Не боп жатқанын тіпті түсінсем бұйырмасын. Сол күні мектептен қайтқанша біртүрлі боп жүрдім. Ешқашан жаяу жүрмейтін мен үйге жаяу қайттым. Жүргізушіге қайта беріңіз, мен шопинг жасаймын деп жалғыз болғым келгендіктен қайтарып жібердім. Бірақ жарты жолда адасып, түкпір жолдармен үйді әрең таптым. Тіпті қорқуды да білмедім. Себебі ойымның барлығы Бағлан болды. Бала махаббат па, жоқ шынайы сезім бе, оны түсіне алмадым. Үйге әзер жеттім. Әке-шешем мен ата-әжем мен үшін уайымдап полицияға қоңырау шалыпты. Сабақтан мен үйге кеш келген едім. Менің бұндайымды көрмеген үйдегілер аң-таң. Полициялар менен жағдайымның дұрыстығын сұрап, үсті-басымды тексеруде. Мен барлығына жағдайымның жақсы екенін, сәл ауырыңқырап тұрғанымды айттым. Шаршадым, ұйқым келді деп бөлмеме кіріп кеттім. Басқа емес, неге дәл сол Бағланды жақсы көріп қалдым. Ал оның көздерінде мұң бар, бірақ нендей мұң екенін түсінсем бұйырмасын. Маған қарағанда көздерімен көздеріміз түйіскенде, оның жан жарасы маған өтіп кетердей. Жоқ, бұлай болмайды. Мен қайтсем де ол туралы білуім керек. Жалғасы бар.